Ал еліміздегі спорттың дамуына кедергі болып отырған үш мәселе бар. Олар спорт нысандарының жетіспеушілігі, маман тапшылығы мен саланы зерттейтін ғылымның жоқтығы. Елдегі спорттың даму деңгейі туралы депутаттар алдында есеп берген спорт агенттігінің төрағасы Ерлан Қожағапанов осылай деп мәлімдеді. Бұқаралық спорттың да халы мүшкіл, дегенмен қол қусырып отырған жайымыз жоқ. Халықты дене шынықтыруға баулайтын арнайы жоспар әзірленді, деді агенттік төрағасы. Айтуынша, барлық аймақта қарапайым халыққа арналған сауықтыру кешендері салынады. Олар кез келген адамға қол жетімді болады. Бұдан бөлек 2017 жылы елімізде өтетін универсиада қарсаңында бірнеше спорт нысаны бой көтереді. Ал депутаттар ұлттық спорттың жағдайына алаңдаулы. Бұл тұрғыда атқарылып жатқан шаруаларды тәптіштеп сұрады. Ауыл спортының жағдайын әлі де біз жақсы дей алмаймыз. Өзіңіз айттыңыз 25 деп. Енді осыны жақсарту бойынша агенттік не істейді? Осының ішінде ұлттық спортымыздың дамуы қандай ауылдағы? Елімізде ұлттық спорт түрлері өте жақсы дамып жатыр деп айтуға болады. Жыл сайын көкпардан, қазақ күресінен, тоғызқұмалақтан және басқа ұлттық спорт түрлерінен көптеген жарыстар өтіп жатыр. Осыған орай ұлттық спорт түрлерімен айналысатындардың сандары көбейіп барады жыл сайын. Қазақ күресінен және тоғызқұмалақтан әлем чемпионаттары, көкпардан жаңа ғана Астанада Азия кубогын өткіздік.